күйеуім жасаған пицца. Сыр мен үстінде моцарелла, соусын өзі дайындаған. Дәмді. Оған дейін жеп көргенмін уже. Мына жерде фанта. Анда бастайық. Шамалы суған сияқты. Осындай ұсыныс болған. Пиццамен мукбанг жасаңызшы деген. Шашым өте дәмді. Кішкене ашылау. Кешірім сұраймын, кішкене жөтел бар. Мынада сыр көп сияқты. Жақыннан. Сіздердің сүйікті пиццаларыңыз қандай? Маған осындай тек сырмен ұнайды. Мысалға 4 сыры деген болады ғой, тек қана сыр. Ондай пепперони дегенді мен онша ұнатпаймын. Сосын саңырауқұлақпен тоже, с грибами деген.
пиццасымен вообще күшті пицца. Күйеуім жалпы өзі острый тамақтарды жақсы көретін болғасын, осындай кішкене острый қылып жасаған ащылы, бірақ бәрібір де дәмді. Мен бірақ мына бүкіл пиццаны тауыса алмаймын точно. Тестісі жұқа, өте жұқа. Тағы біреу жесек мүмкін. Кішкене бір сыры көптеуін ба. Мынау кішкентай кусок. Және күйеуім осы пиццаны духовкада пісіргенде температураны ең жоғарына қояды, максимальный. Бізде максимальный 250 градус, по-моему. Соған қояды ең ыстыққа. И содан мынау піседі. Осылай ютубтан қарайды, осыны жақсы көреді әртүрлі тамақ істейтін программа, передачаларды. Сіздер жалпы қалай қарайсыздар? Осындай бір қызықты сұрақ. Осындай ұл баланың немесе еркек адамның тамақ істеуіне қалай қарайсыздар? Мен білемін, өйткені бізде жалпы енді қазақтарда
істеуге, жалпы кухняға, асханаға жоламайды. Мен енді өзім білем, менің папам мысалға, бірақ енді папам ыдыс жуалады, өзін тамақ жесе артынан жинап кетеді барлығын. Менің күйеуім сияқты бәрін қалдырып кетпейді. Мен күйеуім просто ыдыс жуғанды мүлдем жек көреді, ал тамақ жасағанды ол жақсы көреді. Ал жалпы бізде бірақ ондай қазақтарда жоқ қой енді. Тамақ істеу деген, олар ойлайды да, тамақ істеу ол тек әйелдің жұмысы деген сияқты. Бірақ былай қарасаң, әлемдегі ең күшті шеф-поварлар барлығы еркек адамдар ғой, иә, бір жағынан. Немесе егер де сіз уже үйленген болсаңыз, тұрмысқа шыққан, сіздің күйеуіңіз, жұбайыңыз тамақ істейді ма? Тамақ істесе, қандай сүйікті тамақтары? Айтсам тойып кетті. Нәжеде мне на ортасын былай қосып қойық. 3 кусок жедім пицца. Шынымен де өте дәмді. Күйеуімді мақтап отырғаным емес. Бәрібір де үйдің тамағы осындай заказ берген магазиннің или кафенің тамағынан тәттірек сияқты. Біз мысалға доставкамен заказ береміз кейде, пицца, роллы, суши деген сияқты. Бірақ мынау пицца бәрібір де өте дәмді. Онда осымен аяқтаймыз. Сіздерге мукбанг ұнады деген үміттемін. Кешірім сұраймын, кейде жөтел келіп қалады. Барлықтарыңызды құшақтадым, беттеріңізден сүйдім.